Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Біздің каналымызға қош келдіңіздер. Біз бүгін тағы да CapCut бағдарламасын меңгеретін боламыз. Ол үшін CapCut ашайық. CapCut, CapCut па? Қалай бізді? Так, бізде CapCut бағдарламасында жаңашылдық пайда болды, міне, обновление дейді ғой. Мынау бізде преобразование текста в речь дейді. Яғни енді сіз кез келген тексті CapCut'ның өзінде дыбыстай аласыз. Негізі өзінің несінде де проекттің ішіне кіргенде де ондай нұсқасы, өзінде вариант бар еді. Бірақ мынау кішкентай үлкен андай ауқымды қылып жасапты мынаны. Осыны кіресіздер вообще, осыны басасыздар, сол кезде осындай разрешить. Осындай тақта шығады. Бұл кезде сіз өзіңіздің текстіңізді жазасыз. Және мына өзде міне қарасаңыздар неше түрлі дауыстар тұр. Кез келген дауыс. Мына өзде мен өзіме избранныйлар қойып қойыппын, міне өзіме ұнағандарды. Сол шартын избранный керек үшін мынаны басасыз и все. Өзіңіздің избранный деген дыбысыңызда тұрады екен. Мысалы, каждыйын тыңдап көру үшін мысалы мына басасыз, тыңдайсыз. Hi there. Feel free to enter your text here and select. Әзірше бұл бізде тек ағылшынша ғана дыбыстай алады екен. Мүмкін болашақта орыс тілін, қазақ тілін қосатын шығар. Бірақ ішінде қазір сол көп үйренген тілдеріміз қазақ тілі мен орыс тілі жоқ. Басқа тілдер бар. Түркия тілі бар болмаса, тағы да басқа тілдер бар екен. Hi there. Feel free to enter your text here. Әдемі достар. Hi there. Feel free to enter your text here and Hi there. Feel free to enter your text here and select a. Әдемі. Так. Мына көзге мысалы подкаст, сторис деп өз белгіленген екен. Мысалы сіз подкаст жазатын болсаңыз, оны автоматтық түрде басасыз. Сол кезде өзі подкастқа арналған дауыстарды таңдайсыз. Мына кезде міне белгіленген өзі. Мысалы қайсын? Мынаны таңдайсыз ба? Все, подкастың сөзі жазылған. Міне осы кішкене осындай шағын міне обновление дейміз, сонда жаңашылдық депті. Және мұнда бір ерекшелігі, басқа мысалы сайттарда жасанды интеллектпен дыбысты дыбыстау үшін 5000 ғана сөзді дыбыстай аласыздар. Ал бұл жерде CapCut'ның ерекшелігі 10.000 дыбысты, 10.000 сөзді дыбыстай алады екенбіз. Ол жермен маған CapCut'ның соңады ма. Басқа сайттарда тек 5000 ғана шектеулі. Онда 10.000-ға дейін 10.000 сөзге дейін дыбыстай алады екенсіздер. Осыдан шығасыздар, сосын қайтадан осы бөліп главный бетке келесіздер. Енді біз бүгін қазір сол жақтағы бағдарлама пернелерді қарайтын боламыз. Оның ішінде ең бастысы медиа материалы деген түсті бір қарап шығамыз. Бүгінгі сабағымыз сол болады. Одан кейін звук, текст кеңінен кете береміз. Жалпы мынау көзден білеміз, бір материал ала аламыз. Оса мына жақтан алып, бүйтіп кез келген сөзімізді бүйтіп лақтыра аламыз былай. Бүйтіп лақтыра аламыз, осылай да болады. Жақсы. Медиа материалы осы міне. Импорт деген сол екеу бір. Кейін подпроект деген бар. Мысалы, біреудің проектісін, болмаса басқа жерден алып келген проектіні өзіңе импортировать етіп алады. Әрі қарай мына кезде ваши деген тұрады. Ол үште мысалы уже өзіме таңдалған кейбір бейнелер мысалы мұнда қойып қойып міне избранныйға. Өзіме керекті дыбыс. Ол бейнелердің бәрі библиотеканың ішінде болады міне. Библиотеканың ішінде қаптап отыр. Соның ішінен өзіңізге избранный қылып таңдап аласыз міне. Әрі қарай мои пресеты деген бөлім бар. Бұлында бұл қалай түсіндіріп болады мои пресеты. Мысалы бір бейнені таптыңыз, мысалы қазір көрсетейін. Мысалы міне қайсы бейне? Өзімнің избранный ішіне қарайшы. Избранный ішіне. Так, мысалы мынаны таптым мен.
сосын мен бұны аламын да мына кезде удалить хромакей басам да жасыл фон өшірсе. Енді мен осы қалпында бұны сақтағым келеді да и постоянно қолданғым келеді. Егер осы қалпында сақтаған болсам, онда мен мынаны аламын да бүйтіп сол жағын басып, мына кезде сохранить пресеттен бар. Осыны бассам, жаңағы мои пресеттің ішінде пайда болады. Солай сияқты бұның барлығы осылай жасалған екен. Мен өзіме керекті пресеттерді және переход тип өзіме жазып қойдым міне. Кейбір жағдайда видеоға қолдануға арналған керекті заттар. Ары қарай ресурсы бренда деген бар. Бұның ішінде енді CapCut'ның логотипі тұр. Мына кезде тағы суреттер тұр. Мен өзімнің авторлық каналым болған. Өзімнің каналыма тіркелген болғандықтан. Сосын ары қарай библиотека бар. Библиотеканың ішінде міне көп видео бар. Бұл видео тоқтап қалмайды. Әрбір CapCut жаңағындай жаңартылған сайын бұған да жаңа бейнелер қосылып тұрады. Мысалы Рождество деген ішіне кіресіз, зеленый экран ішіне кірсеңіздер, тағы да міне қаншама түрлері бар. Мысалы мынау видеоны қолдануға болады, жасыл фонды мысалы алып, қазір егер жүктелсе, міне жасыл фонды ұстап отыр екен. Әдемі видео мысалы. Өше қоясыз, жасыл фонның орнына какой-то бір суретті қоясыз. Мысалы мен өзім жаңа картинканы алып, мындан лақтырыстайын өшке. Кішірейтіп, назыға қойын. Сосын хромакей алып, жасыл фонды істейміз. Хромакей алып, жасыл фонды өшіреді екенбіз. Сонда ол типі кино көріп отқан сияқты болады ана кісі. Картинада бір кино көріп отқандай болып тұрады екен. Жалпы ондай мысалдар көп. Мысалы жаңа библиотека ғой. Сосын мынандай бар, мына керек дүние. Мысалы маған ұнады жаңа. Өзіме избранный қоя салайын. Кейін тағы да мысалы алдыңғы жаңартуда осылардың барлығы болмаған еді. Соңғы жаңартуда бұлар тағы да новыйдан пайда болыпты міне. Және бұл солай, әр жаңартылған сайын осылар шығып отырады міне. Мысалы мынандай бар, тоже әдемі. Мынау бір мысалы телефонмен бірден көрсетіп жатыр, әр жағында өзіңіздің суретіңізді қоя салып отырын, жасыл фонды өшіртіп. Солай мысалы, көп мінде. Кейін құр фон бар міне. Жасыл фон емес, құр фон. Әр жағына фон қойып қойды. Составка и конец деген несі бар. Бұнда жаңағыдай подписаться, болмаса бір нәрсенің фильмнің басталу, бітіп жату, конец деген сияқты сөздер шығады. Переход бар міне, әдемі переходтар. Бұл ескі нәрсе, телевизордың соң қол переходы, дымовой, осындай переходтар. Әйтпесе осыдан мен кейбір переходты алып, өзіме пресет етіп жасап алған болатын. Тоже ұнады, әдемі. Мысалы, видеоны қолданып жатсың, осы переходты іздеп отпайсың өзің избранный. Тек пресетіңді кіре саласың да, пресетіңді аяқтың. Мысалы, мынау неде, осы переходта менде дауыс жоқ. Мен алдымда қойдым да, кейін астына сол вжук деген жаңағындай переходтың дауысын қойдым да, сөйтіп пресет қылып сақтай салдым. Сонда отдельно дыбысты, отдельно видеоны істемейсіз, уже пресетті дайын тұрады ол. Кез келген уақытта қолданасыз. Вид деген тұр. Тоже міне әдемі табиғаттар. Атмосфера деген бар. Мысалы, кейбір видеоларға қолдануға болады. Жизнь деген бар, міне тоже бөлімі. Тоже мысалы, кейбір видеоларға қолдануға. Мысалы, бір подкаст түсіріп жатқанда, какой-то бір блог, бір какой-то тақырып түсіріп жатқанда арасына қосатын көп видеолар, дайын видеолар бар екен мысалы. Көрдіңіз? Мысалы, тамақ туралы айтқанда осыны қосып болады. Футбол туралы айтқанда осыны қосып болады мысалы. Интернеттен іздеп отпайсыз видеоларды, бәрінде дайын тұрады міне. Сол міне, осымен осы бөлімі бізде бүгінгі сабағымызда бітті. Келесі сабағымызда біз енді мынау звук деген тақырыпты өтеміз. Оның ішінде каждайын жеке сіздерге түсіндіріп өтемін. Қалай қолданған. Осымен сабақ бітті. Келесі кездескенше аманшылықта болыңыздар. Ассалаумағалейкум.